басы келген жаққа қарай сыймай қалдық. Темекі қанеке алға қарайшы, бұрларшы, аршақта қонақтарымыздан қарайшы. Темекі, яғни сол тоқтаға көздеміз. Қарайшы, үш столдың біреуінде темекінің несі тұр. Логотипі, сол столдың үстіне барып отырамыз партаға. Келесі екінші топ әсемай. Алкоголь. Алкоголь. Өте жақсы алкогольдің орын несінің партасына барып отырамыз. Үшіншісі, есірткі. Отыра ғой, есірткі қалдыр. Үшінші топқа. Ғұлама шығыс данышпаны Әбу Насыр әл-Фараби айтқан екен. Маған жақынның шектерін біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай білмексіз? Немесе өмір. Дұрыс айтасыздар балалар. Алкоголь, темекі шегу, есірткі, немесе өмір. Яғни балалар қазіргі таңда өте сондай ауқымды жүріп жатқан тақырыптар. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу, оларды ішімдік, темекі, есірткі сияқты қоғамның кері әсер ететін құбылыстары жөнінде мәлімет бере отырып, олардан ойын алып отырмыз. Балалар, енді біз сіздермен бірге кішігірім видео көрейік. Сайын ғаламшарда бір адам темекі шегумен байланысты аурудан қайтыс болған. Темекі түтінінің құрамында 400-ге жуық түрлі улы заттар бар. Олардан бүкіл ағза зардап шегеді, бірақ бірінші кезекте темекі шегуден өкпе зардап шегеді. Темекі шегу өкпенің қатерлі ісігінің даму қаупін 4 есеге арттырады. Өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс болған адамдардың 90%-ы ұзақ уақыт темекі шегіп тастағысы келмегендер. Темекі шегушілер арасында миокард инфарктінен болатын өлім жітім темекі шекпейтіндерге қарағанда 5 есе жоғары, ал инсульт 3 есе жиі байқалады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегушілерде әлемдегі есірткісіз өмір сүре алмайтындардың саны күніне 235 адамға көбейіп барады. Жылына Қазақстанда 20 тоннадан 40 тоннаға дейін есірткі заттары тәркіленеді. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан есірткі заттарын тұтынғандардың өлімі бойынша 93 елдің ішінде 33-ші орында тұр. Бұл не зат? Өз ой бердіңіз. Темекі. Ешкім білмейді темекі не екенін? Баяндамаймыз. Олардың айтыңыз. Емін етін сайын. Оларды бір сәті қағырмайын байындыр. Кішкене мен балалар оқушылар болғандықтан мен өз оқып жүрген темекі тыныс алу жолдарын улап, өкпе аурулары, қатерлі ісік аурулары, нерв ауруына кері әсерін тигізеді. Яғни бауыры не істейді? Бір медицина тілінде айтқан кезде цирроз печени деген бала естіпедіңіздер? Цирроз печени дегеніміз ол бауырдың еруі, іріктеуі. Оның барлығы осы алкогольдің кесірінен болады. Одан басқа алкоголь ішкен адам ертең қартаяды. Ертең сылбырдар еді? Салауатты өмір салтын зиянды әсер алып болу керек. Қалай салауатты өмірді сақтаймыз айтшы? Мысалы ретінде салауатты өмір дегеніміз не ол? Жуылып, жайылып, денешімізбен айналысып, гигиена, бірінші ретте, одан кейін оны білмесе жасөспірімдер бір
кетіреді, дәмін көрсем екен деп, соған бейімделіп кеткен тәртіп. Түрлері де көп, иә? Қандай